Қазақта тамаша сөз бар. Мал жанымның, жаным арының садағасы деп. Бүгінгі біз ата-бабадан келе жатқан ең ұлағатты сөзді кейде жанымызға, күнделікті біз жұмыс орнымызға, қызмет орнымызға осы сөзді жазып қоюға міндеттіміз деп ойлаймын. Себебі кейде біз осы малды арымыздан жоғары қойып, кейде осындай үлкен қылмысқа ұшырап, бір ғана өзіміздің жеке өмірімізді ғана емес, бір әулеттің атын, бір елдің атын, бір қаланың атына үлкен кір жұқтырып жататын сәттеріміз бар. Бұның бәрі неліктен? Бұның бәрі білімсіздіктен. Бұның бәрі неліктен? Бұның бәрі тойымсыздықтан. Бұның барлығы жаңағы қазақта ең ауыр сөз бар. Ай, жатқан жері содан кейін дұрыс емес, екінші анасының сүтіне тоймаған ғой деген әңгіме. Бұл деген адам баласына айтылатын ең ауыр сөздер. Сондықтан сіздер тамаша өмірлеріңіздің бір сәтін бір ақымақтықпен немесе бір білімсіздікпен бүкіл әулеттеріңізді, өмірлеріңізді еріксіз осындай бір ауыр сөздер айтуға тура келіп қалып жатады. Сондықтан осылайдан Құдай сіздер сақтаса екен деп тілеймін. Жиын барысында қатысушылар сыбайлас жемқорлық ұғымы, Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық деңгейі, жемқорлықтың салдары, аталған дерттің қоғамның түрлі салаларына тигізетін кері әсері туралы мәселелерді талқылады. Бүгінгі жалпы мынау жиынның басты мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің жанынан өткен жылы ақпараттық насихат штабы құрылған болатын. Сол штабта бүгінгі таңда 15 мүшесі бар. Бүгін енді біз алғашқы осы жұмыс сапарымызды Жезқазған, Сатпаев, Ұлытау аймағынан бастап алып отырмыз. Бұндағы басты мақсат жаңа сыбайлас жемқорлық бүгін ғасырдың індетіне айналып отырған осы бір кеселдің алдын алу, болдырмау мақсатында халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Бүгінгі таңда статистикаға сүйенетін болсақ, жалпы біздің аумағымызда құрылыс саласындағы, денсаулық сақтау саласындағы жемқорлық, сыбайлас жемқорлықтың саны көш бастап тұр. Яғни әрқайсы 7-ден болып тұр. Бұл оңай емес. Сонымен қатар біздің жаңағы 14-24 арнайы колл-центрлер арқылы 60-тан астам арнайы звоноктар түскен. Сонымен қатар бұның жаңағы сыбайлас жемқорлықтың хабарлап, оны жаңағы үлкен дабыл қаққан азаматтар да арнайы көтермелеу сыйлықтарын алады. Дегенмен де біз оған жеткізбеуіміз керек. Штаб мүшелері парасаттылық қағидаттарын адалдық, әділдік, әдептілік және сатылмаушылық сияқты құндылықтарды енгізуге назар аударып, осы індетпен бірге арылуға шақырды.